сіздерге мен әркетал бүгін сіздермен бірге осы слаймды 2 есе үлкен қылатын боламыз көлемін. Ол үшін бізге ешқандай пена для бритья олар керек емес. Ол үшін біз су қажет, крем қажет, қасық және де бір борная кислота. Достар, бұл жерде менде ешқандай спрей емес. Бұның ішінде борная кислотаны құйғам және су екеуін араластырып қойғамын. Сол кезде ыңғайлы болады деген ойдамын. Сумен борная кислотаны араластырып осының ішіне салдым, бір сөзбен айтқанда. Бірінші біз судың ішіне кремді қосамыз. Және де бұны біз көпіршік шыққанша араластыруымыз қажет. Міне достар, қараңыздар, слаймымыз қазір осындай. Көп емес, мен бұны су қосып кеткен болатынмын. Және де оны құямыз да араластыруымыз қажет. Міне достар, осындай болу керек. Жидкий болып, міне сұйықтау болу керек. Біз борная кислотаны қосамыз сумен. Және де бұны араластыра беруіміз керек. Қараңыздар, қостай болып жатыр. Достар, білмеймін, сіздер сенесіздер ма, сенбейсіздер ма, бұл шынымен борная кислота. Әйтпесе ондай спрейден бізде ешқандай слайм шықпайды. Мен сіздерге шынымды айтып тұрмын. Сенесіздер ме, сенбейсіздер ма, білмеймін. Міне қараңыздар, слаймымыз уже шығып келе жатыр десем де болады. Және де бұны слайм шыққанша араластыра беруіміз керек. Достар, осындай спрейдің ішіне сап қойсаңыздар болады. Спрей ыдысына салсаңыздар өте ыңғайлы, себебі слаймдарыңыз қатты болып кетеді деп қорықпайсыздар, себебі бұл жерде сумен араласқан. Сондықтан ол өте ыңғайлы болады. Қараңыздар, уже слаймымыз шығайын деп жатыр. Достар, менің ойымша бұл өте ыңғайлы. Және де маған қазір өте қатты ұнайды. Чем өздерінің борная кислотаны қосқанша осындай ыдысқа салсаңыздар өте керемет болады. Айтпақшы, слаймымыз шығайын деп жатыр уже. Енді ұстап көрейік. Қолға кішкене жабысады. Міне достар, өте керемет болып шықты. Слаймымыз 2 есе үлкен болды десем де болады. Айтпақшы, бағанағы тряпкаға мән бермеңіздер, себебі жан-жаққа шашылып кеткеннен кейін сол тряпкамен сүрткен боладымын. Достар, дайын болған сияқты. Достар, слаймымыз өте күшті болды. Және де бұл 2 в 1 болды, себебі қараңыздар достар, бұл желе сияқты, және де өте күшті слайм болады. Желе сияқты шынымен де. Өте керемет. Достар, қараңыздар, салыстырып көрейік. Біздің слаймымыз уже сыртынан ағып бара жатыр. Өте күшті болған сияқты менің ойымша. Қараңыздар, күшті ағады. Достар, қалғандарыңызша су қосып, және де борная кислота қоссаңыздар болады. Сол кезде слаймдарыңыз үлкен болады. Ал сіздермен бірге болумен